Сәлем достар, біз видеомызды одан әрі жалғастырамыз. Тағы да менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мына біз ойыншықтар салуға арналған себетімізде дайын болды. Мына өткен видеода көрсетілгендей декупаж, яғни салфеткалардан суреттерді өзіңіз осылай келтіріп салуға болады. Енді мен осы газеттен жасалған себеттерді қандай лактармен бояйын, бүгін сол жөнінде тоқталып өтемін. Көбіне пайдаланатынымыз акриловый лактар міндетті түрде түссіз болу керек. Неге жақсы қатырады. Және кейбір кездерде мынандай лактарды пайдаланамын. Түссіз лак, акрилді осы лакпен бояйын. Бұндай лактар түсі мынандай ақ болып келеді, бірақ одан ешқандай қорқудың қажеті жоқ. Бояғаннан кепкеннен кейін өзі бұрынғы қалпына қайта келеді. Яғни мынау біздің жаңа көрсетіп кеткен, пайдаланып жүрген түссіз акрилді лактарымыз. Енді қазір бояу жолын көрсетемін. Мінекей. Мынандай ақшыл түс қалады. Бірақ бұдан ешқандай қорқудың қажеті жоқ. Манағы кепкеннен кейін өзінің бұрынғы түсіне қайтадан кері қайтып кетеді. Мінекей, осы әдіспен барлығын бояп шығамыз. Мен алдымен бірінші боямас бұрын қату үшін ПВА клейге 50-50 суға клей қосып 1 рет өтіп алдым. Кепкеннен кейін екінші рет тағы бір өтіп алдым. Осы бір лак өткеннен кейін лакпен тағы бір үстінен бір өтіп шығамыз. Сонда біздің себетіміз ағаш сияқты болып қатып шығады. Мінекей, осы әдіспен біз осындай лактармен бояймыз. Мінекей, осы. Рахмет.